Джозефинаның ағылшыншасы қандай, бірге бағалайық. But we don't crush it. It's fact. Идеясы түсінікті, өзін қорғап жатыр, қате шақта және артиклде. Дұрысы, we didn't crash it. It's a fact. Can you listen to me, please? Грамматика дұрыс, сыпайы. It's first fact. It's second, we Ойын жүйелеуге тырысады, ол жақсы, бірақ сәл табиғи емес. Native былай айтушы еді. First of all, it's a fact. Second, just turning and come back to the same place. бұл жерде сөйлем құрылымы бұзылған, шақ қате болып тұр. Дұрысы, we just came back to this place, немесе we were just turning back to this place. And you are just wasting our time. Мағынасы дұрыс, very emotional. We get you. Okay, thank you. We get деген толық емес, дұрысы okay, we get it, немесе we understand. Қорытынды Жозефинаның ағылшын деңгейі шамамен pre-intermediate, IELTS speakingта мүмкін 4,5-5 алушы еді. Бұндай жағдай бәрімізде болуы мүмкін, сол үшін күнделікті өмірде ағылшынша еркін сөйлеп үйренгіңіз келсе, менің арнайы 7 күндік Everyday English курсыма қосылыңыз. Бағасы тек бүгін, соңғы күн 2990 теңге, ертең бағасы көтеріледі. Тіркелу үшін менің жекеме наурыз деп жазыңыз.